Осындай тұздықсыз ойында жүріске ұтылып бара жатқанда не істеуге болады, қандай ережені еске түсіруге болады? Бұл жерде мен қосу 4 ережесін қолданамын. Дәл қазір мен жүрісім аздау, яғни бәрі тепе-тең. Мына жақта 3-тегі отауым сәл аздау жүріс. Енді бірақ қазаным бұл жерде тастарым көптеу, яғни бұл жерде 66 тас бар. Енді сол 4 плюс ережесін қалай қолданамын? Яғни бұл жерде маған қазір 66 тас болғандықтан маған 16 тас жетпейді, яғни 16 тасты алу үшін маған қосу 4 ережесі бойынша маған 20 тас керек, яғни 16-ға мен 4-ті қосам, сонда 20 болады. Дәл қазір мен жақта 20 тас бар. 8, 12, 16, 20. Ол үшін мен баспалдақ ережесін қолданамын. Баспалдақ ережесі бойынша мен жақта 89 жүріп, яғни кішкене жүрісті тездетіп, яғни 3, 4, 5, 6 деп солай құрастыруға болады. Яғни егер тұздықтар жоқ кезде оны барынша қолданып ойнау беруге болады. Ал егер мысалы тұздық 1-де болса, сізде 2-де болса, онда кешегі айтқандай 2, 3, 5 ережесін қолданамыз. Ал егер тұздық мысалы 5-те, 4-те басқа жерлер болса, барлық отауларды 2-ге жеткізіп шабуылдарды жүргізуге болады. Немесе тұздық болмағанда осы шабуылды жүргізуге болады. Яғни бүкіл отауларды 2-ге кіргізуге болады. Яғни жақты босатайық сәл. Қарсыласымыз 3-ті босат деп қарастырайық. Жаңа айтқандай, барлық отау бұл жерде 2-ге жетті. Енді міне 92 жүрміз. Енді қараңдар. Егер қарсыластар қателесіп 2-де жүргенде 82 жүріп, бәрібір тұздық алатындай қылдырамыз. Яғни 1-де 2 алып тастағанда 72 тұздық қояды. Қалдырса 1-ге тұздық қояды. Сондықтан бұл жерде ешкім 2-ні ешкім алмайды деп ойлаймын. Көбінесе қалдырады. Сонда міне әйтпесе берсе тұздық оңайлықпен жиналады. Қалдырса 72 жүгі болады. 78 жүгі болады. Оны тас жиналды. Мына жақта тартса, мына жақта жинап, қалған тасты жинаймыз деп ойлаймын. Егер мысалы қалдырса, барынша мына жақта бәрін тартып ойнаймыз. Енді қараңдар, екі тартқанда туралуға асықпаңыздар. Егер 90 етсеңіздер, тек қана тасқан 14 тас болады. Сондықтан 78 жүріп, 1 мен 2-ні байлап алыңдар. Сонда 2-ні қалдырады. 92, 82 және 90. Мен жақта 2 тас жиналады. Барлығы 16 тас жиналды. Келесіде тас жинауға қатысты сабақты қарастыратын боламын.